Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен 2 сынып математика 21 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақшасыз өрнектер және олардың мәнін тиімді тәсілмен есептеу. Яғни 21 сабақ. Енді бүгінгі сабақта біз бірнеше амалдан тұратын өрнектердің мәнін қосудың ауыстырымдық қасиетін қолданып есептеуді үйренетін боламыз. Сабақты бастамастан бұрын балалар алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Осы менің каналымнан 2 сыныптың математика, қазақ тілі және 3 сынып, 4 сыныптың математика, қазақ тілі пәндерінің үй жұмыстарын көріп, бірге орындасаңыздар болады. Енді бірінші есепке назар аударайық. Зерттеу өрнектерді оқы дейді. Осы өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады дейді. Бірінші А қосылған 26, Ж азайтылған 21, Б минус 39, 15 қосылған 26 және 47 азайтылған К. Бұл яғни берілген осы өрнектерді біз 2 топқа бөліп оқимыз, әріпті өрнек және санды өрнек деп. Міне балалар, яғни осы бірінші есепті санды өрнек және әріпті өрнек деп 2 топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші санды өрнекті жазамыз. 10 азайтылған 21 және 15 қосылған 26. Ал әріпті өрнектер А қосылған 26, Б азайтылған 39 және 47 азайтылған К болады. Келесі екінші есеп әр бағандағы қосындыларды салыстыр дейді. Бізге яғни 7 қосылған 9 және 9 қосылған 7, 40 қосылған 5, 5 қосылған 40, яғни орындары ауыстырылып, бізге қосындылар берілген. Енді осы қосындылардың мәнін табуымыз керек және әр бағандағы қосындылардың мәндерін салыстырып, не байқағанымызды және қорытынды жасап өтейік. 7-ге 9-ды қоссақ 16, 9-ға 7-ні қоссақ та 16, яғни 16 мен 16 бірге тең болады. 40-ға 5-ті қоссамыз 45, 5-ге 40-ты қоссақ та 45, яғни 45 пен 45 тең болады. Салыстырып өткен кезде 83-ге 7-ні қоссақ 90 болады, 7-ге 83-ті қоссақ 90 болады. 90 тең 90. 56-ға 38 қоссақ 94 болады және 38-ге 26-ны қоссақ 94 болады. 94 тең 94. Сонда бұл жерде қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Келесі бізде үшінші есеп қосудың ауыстырымдық қасиетін қолданып есепте дейді. 28-ге 40-ты қосамыз, 40-ты қосамыз және 2-ні қосамыз. Одан кейін 28-ге бірінші 2-ні қосамыз, сосын 40-ты қосамыз, яғни 40 пен 2-нің орнын алмастырамыз. Сонда 28-ге 2-ні қоссақ 30 болады, 30-ға 40-ты қоссақ 70 болады. Келесі 70 қосылған 15 қосылған 10. 15 пен 10-ның орнын ауыстырамыз. 70-ге алдымен 10-ды қосамыз, одан кейін 15-ті қосамыз. 70-ге 10-ды қоссақ 80 болады, 80-ге 15-ті қоссақ 95 болады. 34 қосылған 50 қосылған 6 тең болады. 34 орында тұрады, яғни біз 50 мен 6-ның орнын алмастырамыз. 34-ке бірінші 6-ны қосамыз 40 болады, енді 40-қа 50-ді қоссақ 90 болады. Келесі соңғысы бізде 20 қосылған 64 қосылған 10. 20-ға бірінші 10-ды қосамыз 30 болады және 30-ға 64-ті қоссақ жауабы 94 болады. Келесі бізде төртінші есеп теңдеулерді шеш дейді. Бізге 3 теңдеу берілген, соларды орындайық. Бірінші 28 минус x тең 13. Ең бірінші осы есепті шығарайық. 28 минус x тең 13. X тең дейміз да 28-ден 13-ті азайтамыз. X бізде 15-ке тең болады. Енді x-тің орнына осы 15-ті қоямыз. 28-ден 15-ті алсақ, бізге 13-ке тең болады. 13 тең 13. 18 қосылған x тең 45. X тең 45-тен 18-ті азайтамыз. Сонда бізде x 27-ге тең болады. 18 қосылған 27 тең 45. 45 тең 45. Енді үшіншісі x минус 35 тең 27-ге тең болады. X тең деймізде 27-ге 35-ті қосамыз. Сонда x-тің мәні 62-ге тең болады. Енді 62-ні x-тің орнына қойған кезде 62 минус 35 тең 27. 27 тең 27-ге тең болады. Бесінші есеп мәтін есеп. Асқар 100 теңгеге сызғыш және 35 теңгеге қалам сатып алды. Сызғыш қаламға қарағанда қанша қымбат және осы есепке кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Сызғыш бізде 100 теңге, қалам 35 теңге. Енді сызғыш қаламнан қанша қымбат екенін есептейміз. Шешуі 100 азайтылған 35. Жақша ішінде бірінші 100-ден 30 азайтамыз, сосын 5-ті азайтамыз. 100-ден 30 алсақ 70, 70-тен 5-ті алсақ 65. Яғни жауабы сызғыш қаламға қарағанда 65 теңгеге қымбат.
Енді келесіп құрастырамыз. Сызғыш 100 теңге деп аламыз, ал қаламды белгісіз, бірақ сызғышқа қарағанда 65 теңгеге арзан дейміз. Енді шешуін шығарайық. 100-ден 65-ті азайтамыз. Бірінші 100-ден 60-ты азайтамыз. Жақша ішінде, одан кейін жақша сыртында, одан 5-ті аламыз. Сонда жақша ішінде 40 болады, 40-тан 5-ті алсақ 35 болады. Яғни жауабы қаламның бағасы 35 теңге. Келесі бізде 6-шы есеп. Суреттегі диаграммаға қарап, неше оқушыға қандай ойын түрі ұнайтынын айтып бер дейді. Бізге шахмат, рубик текшесі, дойбы және жұмбақ жасыру осы 3 ойын түрі берілген екен. Ең бірінші диаграммаға назар аударайық. Осы диаграмма бойынша санын табамыз. Шахмат бізде жасыл түспен көрсетілген. Жасыл түс бұл жерде 6, одан кейін рубик текшесі 4, дойбы бізде 8, ал жұмбақ жасыру 10-ға тең екен. Енді осы диаграмма бойынша өзіміз сұрақтар құрастырып көрейік. Енді осы 6-шы есепті дәптерімізге жазып орындайық. Шахмат бізде 6 оқушыға, рубик текшесі 4 оқушыға, дойбы 8 оқушыға және жұмбақ жасыру 10 оқушыға ұнайды. Бірінші шахмат пен дойбы неше оқушыға ұнайды дейік. Шахмат бізде 6, ал дойбы 8. Сонда 6-ға 8-ді қосамыз, 14 болады. Яғни шахмат пен дойбы 14 оқушыға ұнайды. Екінші бізде дойбы мен жұмбақ жасыру ойыны неше оқушыға ұнайды. Дойбы бізде 8, жұмбақ 10. Яғни 8-ге 10-ды қосамыз, сонда 18. Яғни дойбы мен жұмбақ жасыру ойыны осы 18 оқушыға ұнайды. Келесі бізде 7-ші есеп. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып есепте дейді. 40 қосылған 38 қосылған 20. Бұл жерде 20 біз 40 өз орнында қалады, 20 мен 38-дің орнын алмастырамыз. 40-қа 20-ны қосамыз, одан кейін 38-ді қосамыз. 40-қа 20-ны қоссақ 60, ал 60-қа 38-ді қоссақ 98 болады. Келесі 35 қосылған 20 қосылған 15 тең 35 қосылған 15 қосылған 20 деп жазамыз. 35-ке 15-ді қоссақ 50 болады, 50-ге 20-ны қоссақ 70 болады. Келесі 63 қосылған 30 қосылған 7. 63-ке 7-ні қосамыз, одан кейін 30-ды қосамыз. 63-ке 7-ні қоссақ 70 болады, 70-ке 30-ды қоссақ 100 болады. Келесі 40 қосылған 25 қосылған 20. 40-қа 20-ны қосамыз, одан кейін 25-ді қосамыз. 40-қа 20-ны қоссақ 60 болады, 60-қа 25-ді қоссақ 85 болады. 17 қосылған 26 қосылған 54. 26-ға 54-ті қосамыз, одан кейін 17-ні қосамыз. 26-ға 54-ті қоссақ 80 болады, 80-ге 17-ні қоссақ 97 болады. 48 қосылған 15 қосылған 32. 48-ге 32-ні, одан кейін 15-ті қосамыз. 48-ге 32-ні қоссақ 80 болады, 80-ге 15-ті қоссақ 95 болады. Келесі ойлан тап. Ребустарды шеш, яғни 8-ші есеп. Бізде осы жасыл 2 үшбұрышқа 3 қосса 80 болады мәні. Одан кейін осы сары дөңгелекке 3 бұрыш қоссақ 90 болады. Яғни бізде осы 4 бұрыш, 3 бұрыш және дөңгелек берілген ғой. Осылардың орындарына біз сан қойып табуымыз керек. Ең біріншісінде 3 бұрышқа 3 бұрышты қоссаң 80 болу керек. Яғни екеуде бірдей цифр болу керек. Біз оны x қосылған x тең 80 деп аламыз. Енді бірдей сан болу үшін біз 40-қа 40-ты қоссақ қана бізде мәні 80 болады. Яғни бізде екеуде 40-қа тең болу керек, яғни бірдей сан болу керек. Келесі осы дөңгелек фигураға 3 бұрышты қосқан кезде 90 болады. Бізде осы 3 бұрыш белгілі, 40-қа теңген 4 бұрышты дөңгелекті табу үшін а қосылған 40 тең 90 деп аламыз. А тең 90 азайтылған 40, сонда а бізде 50-ге тең. А бұл дөңгелек. Яғни дөңгелектің мәні бізде 50-ге тең екен. 50-ге 40-ты қоссақ 90 болады. Келесі енді үшіншісі 50-ден 40-ты аламыз, сонда бізде 10-ға тең болады. 50 сары, 40 3 бұрыш екен. Келесі 4 бұрышке 4 бұрышты қоссақ бізде 60 болу керек, яғни бұл жерде бірдей сан болу керек. Сонда біз 30 қосу 30 деп аламыз. 30-ға 30 қоссақ 60 болады. 3 бұрыштың мәні бізде келесісі 3 бұрышқа 4 бұрышты қоссақ 70 болу керек. 3 бұрыш 40 бізде, ал 4 бұрыш 30 екен. Сонда 40-қа 30-ды қоссақ 70 болады. Және келесісі бізде 3 бұрыштан 4 бұрышты аламыз, сонда оның мәнін табуымыз керек, Бізде 3 бұрыш 40-қа тең екен, ал 4 бұрыш 30-ға тең екен. 40-тан 30-ды алсақ 10-ға тең болады екен. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.